Абу Хурайра радиаллаху анху бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен кешкі құфтан намазын оқыдым дейді, Медине қаласында. Оқып үйге қайтып келе жатсам, алдымнан бір жаулық жапқан әйел адам шықты дейді. Я Абу Хурайра, сен пайғамбарымыздың жанында үнемі жүресің ғой. Менің бір сізге қоятын сұрағым бар дейді әлгі әйел. Сонда Абу Хурайра, қандай сұрағың бар деп, сұраңыз дейді. Сонда жаңағы әлгі әйел, мен шайтан азғырып ойыннаш жасадым, одан жүкті болдым, және ол дүниеге келген сол баланы өлтіріп тастадым дейді. Енді сол күнәма қатты өкінемін. Егер мен тәуба етсем, Аллах Тағала менің тәубамды қабыл етер ме екен деп сұрайды. Сонда Абу Хурайра, ой, сен өте жаман күнә істеген екенсің, саған тәуба жоқ деп жүріп кетеді. Оны естіген жаңағы әйел орнынан жүре алмай орнында отырып қалады. Адам баласының үміті бірақ нәрседе, ақиретте болады. Енді әлгі әйелдің ақиреттегі үмітін үзіп кетті. Сонда Абу Хурайра жолда кетіп бара жатып ойланады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ортамызда жүр ғой. Мен неге әлгі әйелге саған тәуба жоқ деп айта салдым? Пайғамбарымыздан барып сұрасам болатын еді ғой деп өкініп қалады. Сөйтіп ертең түнімен маза бермейді жаңағы ой Абу Хурайраға. Таңертең таң намазына мешітке барады пайғамбарымызға. Таң намазын оқиды. Оқып болғаннан кейін пайғамбарымыздың жанына келіп, жаңа Абу Хурайра сұрайды. Алланың елшісі, кеше маған бір осындай әйел адам осындай бір сұрақпен келді. Осындай күнә істеген екен. Тәуба қылғысы келді. Аллахқа мен осындай күнәларым үшін тәуба етсем, қабыл ете ме деп сұрады. Мен оған жоқ, сенің күнәң үлкен екен, қабыл етпейді деп айттым дейді. Сонда Абу Хурайра айтады, сол сөзді пайғамбарымыз естігенде жүзі сәл өзгерді дейді. Пайғамбарымыз, я Абу Хурайра, сен Аллах Тағаланың аяттарын оқымадың ба? Кім деген шынайы тәуба етсе, Аллах Тағала оның істеп келген жамандықтарын жақсылыққа ауыстырады деді емес пе, я Абу Хурайра дейді. Сонда Абу Хурайра, пайғамбарымыздың сол сөзін естігенде қатты өкіндім дейді. Жүгіріп, мешіттен жүгіріп далаға шықтым дейді, Мәдинаның көшесіне. Сол таң намазы өткеннен бастап күні кешке дейін көшеде Абу Хурайра әр Мединенің көшесінде дауыстап айғайлайды. Кешегі осындай бір сұрақ берген әйел адам кім еді? Жолықсыншы деп көшенің барлығын күні кешке дейін айғайлайды. Сонда Мединенің кішкентай балалары Абу Хурайраны көріп мазақ қылады екен. Ой, Абу Хурайра бүгін жынданып кетті деп. Кеш бата жаңағы әйел адам келеді. Кешегі сұрақпен келген мен едім дейді. Абу Хурайра қуанып кетеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам саған сәлем айтты. Егер сен шынайы тәубе еткен болсаң, Аллах Тағала сен тәубаңды қабыл етеді екен дейді. Сонда жаңағы әйел адам қуанғанынан жылап, я Абу Хурайра, менің Мединеде осындай үлкен бақшам бар дейді. Жаңағы құрма егетін, үлкен құрма өсетін үлкен бақшасы болады. Осы бақшамды түгелімен Алла ризалығы үшін кедей-кепшікке садақа еттім дейді. Қуанғаннан бүкіл дүниесін бере салады жаңағы әйел адам. Осындай үлкен сахабалар да өстіп тәубе еткен екен. Бұл бізге әрине үлкен сабақ болу керек.